Так, музыкаға барайық. Көп болып келе шыққалы. Саған қалдым. Ең болмас қасет. Ne var dedim? Bugün acemiler getirge шығып. Осындай тақырыпта. Аяжан қалайсың? Жақсы шүкір, мен де даусым естілдім. Жақшырсың ба? Менде бәрі жақсы. Айтгүл, қалайсың? Сендерді көрмеге қашан көп. Сәлем айтып қой мамаңдарға, Аяжан. Музыканың дауысым естіліп тұр ма негізі? Бүгін күшті құпиямен бөлісейін деп жатырмын. Естіліп жаттым. Енді естіліп жатыр ма? Біреудің наушник қосқан жоқ. Сәулет, сен кірпіш? Мен прям өтейін. Даусым естіліп тұр ма? Окей, қазір көрім. Даусым шықты ма? Музыка басып кетті ма? Жоқ, сіз ғой менде шығып тұрған жоқсыз. Да? Яқта шығып тұрмын ғой. Тәтеш Сет ұстамай жатыр екен ғой. Баян дейді, Алибек. Мына. Бірақ адам өйдім ғой. Көп болды шықпаған. Өзіңді сүйде өзгеріп тастағасы ба? Иә, сөйтіп өзгеріп тастадым. Пайдасы бар, парақшағынан да. Ашпай тұр ма? Ашпайды? Сөйтіп ұстамай тұрады. Енді қалай шығып тұр, Аяжан? Короче, сен сет ұстамай жатыр едім, Сәулет. 3G депті, 3G. Мен өте сен ұстамай. Теле2 последний время қуып жүрді ғой. Енді шықты ма? Рахмет. Күшті
күшті ғой Лемгер, маған ұнайды. Бірақ адам көріп отыр ғой, Аяжаннан басқа ешкім көрмей отыр ғой. Мен күшті нәрсе көрсетейін деген ғой эфирдегілерге. Ұмытып қалған ғой көбісі. Мына жақтан көрейін десем, қалай болып тұр деп көрмей жатырмын. Енді ашып отыр. Мен жақта ғой. Сөйтті. Нормально шығып тұр ма, даусым? Шығып тұр ма өзі? Шығып тұрған сияқты. Нормально сияқты. Музыканы кішкене қойып қоямын да. Мен көбісі танымай жатқан шығар. Жайлап еш таныстыра бермесем өзімді. Көп болды эфирге шықпағалы, тосын сәл сөйлеп. Кеш жарық көріп отқандарға, көрмей отырғандарға бүгін жақсы бір тақырыптармен бөлісейін деп шығуды жөн санадым. 15 минутқа болсын. Кеш жарық істейтін парақша болсын деп мен енді осындай тақырыптарда шығып тұруды жөн көрдім. Сәулет, даусын сәл жай қойшы. Музыканы сәл қойып қоямын ба. Так, өзіңді сүюдің құпиясы деп бүгін тақырып қойдым. Көп дайындалған жоқпын, бірақ осы уақытқа дейін бар. Хадистің өзінде жазылады екен ғой, білгеніңмен бөліс деп. Сол себепті енді білгенмен бөлісейін деп шештім. Көргендер көріп жатыр, бірақ адам кіріп отыр. Көп кірмеген соң сол ғой. Көп кіріп тұру керек ше негізі уақытта арнап. Жалпы өзіміз нелер бар. Бақытты күн керек. Сіз сағынып қалдым, көрмегелі көп болды. Қатып жатырсыз дейді жаным. Аяжан болмаса білмеймін ғой. Сет дұрыс ұстамай жатыр. Енді өзім бар білгендермен бөлсін деп шештім. Миыма сыймай жүр. Жарылып кетейін деп, сол үшін хадистің өзінде білгеніммен бөліс деп жатады. Сол себепті сіздерге, әсіресе әйел адамдарға ақпараттармен бөлісем деп ойлап отырмын. Алдағы уақытта жақсы тақырыптармен. Себебі өзіммен осы уақытқа дейін 12 килограммға азымда. Соның да алдағы уақытта құпиясымен бөлісетін болам. Оның бәрі сол адамның өзіне деген махаббатынан басталады. Естілмей жатыр дейсіз ба? Қатып жатыр дейді. Енді қалай болып тұр? Бізде сет деген дұрыс ұстамайды ғой осы. Жүрекше басып білдіріп қойыңыздар. Нормальный болып жатса. Бақтыгүл ханым, сізді көргеніме өте қуаныштымын.
былтыр негізі өзгеруге алғашқы қадам деп жақсы өзгеріске тем болды, анау болды, мынау болды, соны негізі жалғастыруым керек еді деп ойлап қоям. Одан кейін де көптеген білім алдым ғой, өзім оқыдым, іздендім, қолдандым, практикалайды еткен нәрсеммен енді сіздермен алдағы уақытта бөлісіп тұрам деп шештім. Көп нәрсені өзім практикалайды етіп көрем, болып жатса, жақсы нәтиже шығып жатса, басқаларға да көмегі тигенін қалаймын. Сол себепті енді жақсы тақырыптармен әйел адамдарға, қыз балдарға, жалпы адамға қажетті күліп жүру үшін, көңіл-күй жақсы болу үшін, өзін жақсы көру үшін мен осы уақытқа дейін не істедім, сол тақырыптармен бөліссем деймін. Жалпы біреуді бақытты етуге барлығымыз асығамыз, бірақ өзімізді сүюді, бірінші өзімізді жақсы көруді білмейміз. Оны білмеген соң басқалардың да бақытты болуына 100% көмек бере аламыз деп айта алмаймыз. Негізі ол өзімнің өмірлік тәжірибемнен айтып отырмын. Адам өзін жақсы көріп қабылдамаған соң, олар басқа өзге адамды да қабылдай алмайды, жақсы көре алмайды да шын жүрекпен. Мен жақсы көрем, мен оны бақытты қылам дегенмен деп ойлаған мен де, бірақ ол адам өзін қабылдай алмай тұрған соң өзге адамды бақытты қыла алмайды, жақсы көре алмайды. Сол себепті ең алдымен мен өмірде түсінгенім, адам бірінші өзін жақсы көріп, өзін сүйіп алып, өзін бақытты етіп алып, одан кейін барып басқаларға көмегін берсе, сол өте әсерін күшті береді екен. Сол себепті де бірінші өзгені бақытты қылуға, өзгені сүюге асықпаңыздар. Алдымен өздеріңізді сүйіңіздер, өздеріңіз бақытты болыңыздар. Одан кейін барып басқа адамдарға көмектесіп, олардың да бақытты болуына себепші боласыздар. Сол себепті осы тақырыптарды алдағы уақытта қозғап, 3 жылдан бері айналысып келе жатырмын. Енді адам қалай бақытты болуға болады, қалай деп сол тақырыпта ізденіп, сол себепті де сол барлық білген білімдермен бөлісем деп шештім. Бүгін сонымен қатар ең басты әйел адамға қажетті бірінші құпиямен бөлсем, ол күнделікті неден бастау керек соны көрсетем. Мен сіздерге қазір көрсетуді жөн көрдім. Неден аласыздар? Ол сіздердің бір бақытты болуларыңызға бірден бір өздеріңізді сүюлеріңізге бірден бір көмегін тигізеді. Өздеріңізді қабылдауға, ең алдымен өздеріңізді қабылдап, көздеріңізді, мұрындарыңызды, ауыздарыңызды, түрлеріңізді, денелеріңізді, салмақтарыңызды, шаштарыңызды бәрін қабылдап үйренсеңіздер, қабылдап алсаңыздар, одан кейін барып сіз бақытты боласыз. Жаңа қиналып, азам деп қиналып жүрмейсіз, кәдімгідей тез-ақ азып кетесіз. Сол себепті негізі өзіңізді жақсы көрсеңіз тез азасыздар. Салмақ тастай алмай жүрген айтқым келеді да, салмақ тастай алмай жүрсеңіздер, бірінші өздеріңізді сүйіп, жақсы көріп бастасаңыздар, осы салмақ өзі қашып кетеді. Потому что мен қазір 12 килограммға азғам, осы уақытқа дейін қарасам, байқамаппын да ма, байқалмапты, жайлап былай қарап, есептеп қарасам, кезінде қанша килограмм болдым, қазір қанша килограммын, және осы денеммен, осы немді өзім жақсы көрем. Сол қалай азып кеткен білмеймін, бірақ мен қатты бұрын азуға тырысып жүрген кезде, мен өзімді жақсы көрмей жүрген кезде, мен азуға тырысып жүрген кезде вообще азбайтын, қинала беретінмін да, тамақ ішпей өзімді қинап, наоборот семіре беретінмін. Одан кейін өзімді жақсы көріп, барлық дене мүшеммен, көзімді, қолымды, шашымды бәрін қабылдадым. Жарайды, мен осындаймын. Осы қалпыммен ақ жақсы көрем, шағымданбаймын. Дене Құдайдың берген ешқандай ештеңесіне шағымданбаймын деп өзіме сөз бердім да. Содан кейін барып, жаңағыдай сразу нәтиже болды. Сол себепті сіздермен бүгін қайталап көріп алсаңыздар болады, сақтап қоям деп уәде берем, сақталса, нетіп кетпесе. Содан кейін сол мен жасаған әрекеттерді жасасаңыздар болады, себебі мен өзім нәтижесін көргем өмірде. Ең бірінші қандай болсаңыз да, сіз бірінші өзіңізді қабылдаңыз.
өзіңізді жақсы көріңіз. Одан кейін барып өзіңіз бақытты болсаңыз, ішіңіз бақытты болса, ол сыртыңыздан сразу көрініп тұрады. Одан кейін басқалардың да бақытты болуына себепші бола аласыздар. Өзін бақытты ете алмаған адам, өзі күліп жүре алмаған адам, өзін жақсы көре алмаған адам, ол ешкімді де жақсы көре алмайды. Ауызбен айтып қойғанмен, бірақ іштей шын жүректен көрініп тұрады ғой өзі адамның түрінен. Қайсысы шын немен шығып жатқандығы, шын ниетпен дейді ғой. Сол секілді сондықтан да өзгені, балаларыңызды, отбасыңызды, жолдасыңызды, ата-анаңызды бақыттың ету үшін, жақсы көру үшін бірінші өздеріңізді жақсы көріп үйреніңіздер. Ол үшін оның бірінші құпиясымен бөлсем бүгін мен сіздерге. Мынандай не бар. Хозяюшкадан алсаңыздар болады. Ең арзаны примерно осы, мен бірақ араластырып алам. Бұл денеге арналған скрабта. Бұның көмегі өте зор болады. Бұл өздеріңізді жақсы көруге, өздеріңізді сүюге, қабылдауға көп көмегін тигізеді. Скраб для тела деп хозяюшкадан алсаңыздар болады. Одан кейін мынандай крем алсаңыздар болады. Бұл обычный ең арзаны, по-моему, қолжетімді бағада деген ғой, қымбат фирмалардікі емес, 430 теңге тұрады екен да міне. Сол себепті осындай мелочь нәрселерден, майда нәрселерден бастаңыздар. Өздеріңіздің жаңа қабылдауға, жақсы көруге, сосын негізі шашқа де, денеге де бәріне кете береді. Сол себепті осындай маскалар алып, күнделікті нелеріңізге қолданыңыздар, беттеріңізге, өздеріңізге күтім жасап бастасаңыздар. Ең бірінші құпиясы осы негізі. Көп адам білмейді ғой. Міндетті түрде қалай барсыз солай Құдай жаратқан түріңізбен, көзіңізбен, шашыңызбен, дене мүшеңізбен өзіңізді толықтай қабылдау керексіз. Сонда ғана сіздер жаңағы өздеріңіздің іштеріңізде бір өздеріңізге деген махаббат ашылады. Сол себепті мынандай нені хозяюшкадан сатпасаңыздар болады. Скраб для тела, глина для тела деп аталынады ғой. Шашқа да арналады, бетке де арналады, бәріне жаға бересіздер. Бұл өте жақсы көмегін тигізеді. Әсіресе скраб негізі. Скраб жақсы көмегін тигізеді. Иісі де күшті болады да. Сол себепті мынау фитокосметик деген народный рецепты деп тұр. Ең қолжетімді бағадағы нелер. Осындайлардан алып бастаңыздар, түрін алып қойсаңыздар болады, 2-ін, 3-ін. Сонымен қатар қарапайым кремдер қолға жақатын, бетке жағатын, содан бастаңыздар. Өздеріңізді толықтай қабылдаңыздар. Шаштарыңыз ұзын болса да, қысқа болса да, арық болсаңыздар да, семіз болсаңыздар да. Сол себепті мен парақшамның атын негізі солай өзгерттім. Себебі өзімнің тәжірибемде қолданған, маған әсер еткен барлық білімімді осы парақшаға арнайым деп шештім. Осы уақытқа дейін қаншама адамдардан, кісілерден білім алдым, ел танитын. Сол себепті соның бәрін енді өзім ғана біліп қоймай, сіздермен бөлсем деп шештім. Сол себепті парақшадан алыстамаңыздар. Сағат неше болды? 22-23. Енді пока что жарты сағат 15 минуттан бүгін негізі дайындалмай шыға салдым. Алдағы уақытта жақсы дайындықпен шығып, сіздерге сол құпияларды шетінен ашатын боламын. Видеоны толық көріп алыңыздар. Жақсы бір сөздің пайдасы тисе де сіздер үшін өте қатты қуанамын. Сол себепті өздеріңізді толықтай қабылдаңыздар. Азғыларыңыз кесе, әдемі болғарыңыз кесе, көздеріңізден нұр шашылып тұрсын десеңіздер, өздеріңізді қабылдап, өздеріңізді шынайы жақсы көріңіздер. Одан кейін екінші мәселе ол маска кимеу. Көп адамдар жақсы болып көрінгісі келеді, қай жерде де болса да. Ол біреудің алдында немесе өздері үшін де ата-анасының алдында маска киіп алады. Әсіресе ел жұрттың алдында ғой, үйде маска кимейді ғой ешкім. Үйде барын көрсетеді. Ел жұртқа шыққан кезде ел жұрт не дейді деген сөзбен маска киіп алады. Түрлі мінездері басқаша болады. Үйде сыртта мінездері басқаша болады.
ол да қалай айтсам болады, өздеріңізді қабылдамаудың бір себебі, сол себепті маска кимей шынайы болып өмір сүргенге не жетсін. Жалпы бүгінге айтарым осы, бірақ көп дайындалмай шыққым келді да, сіздермен шыға салдым. Аузыма келіп тұрған сөзді дәл данный момент айта салайыншы, ұмытпай тұрғанда деп. Өте жақсы дайындықтармен шығам. Сіздерге арнайы жиі шығып тұрам, себебі көптен бері шықпай мен ұмытып қалған бәрі. Қанша уақыт болды, прям жаздан бері шыққан жоқпын эфирге. Сол себептен қайтадан қолға алам деп шештім. Алдағы уақытта жақсы ақпараттармен сіздермен бөлісем, себебі басым бәрі ақпаратқа толып кеткен, нәтижесін көрген мен ол кейбір ақпараттың бәрін. Солармен сіздермен бөліскім келеді. Ол енді барлық жерде айтылған, білгенмен бөліс деп айтады ғой. Сол себепті білгенмен бөліскім келеді. Бір сөздің өзі бір адамға, кейбір адамның өмірінің 180 градусқа өзгеруіне әсер етеді. Сол жалпы 12 килограмм салмақ тастағам. Мен осы уақытқа дейін студент кезімде мен қатты не болды, білмеймін. Бірақ қазір өлшеніп қарасам 12 килограммға асыппын да, алдын 8 килограмм болып жүрген, осыдан бір былтыр ма, 2 жыл бұрын қараған кезімде 8 килограмм азған болатын. Кеше есептеп қарасам, кеше тағы тартынып көргем, 12 килограмм жанды солай, соны түсіндім да. Содан кейін енді ойладым, қаншама адамдар бар емес пе осы азалмай жүрген, тамақтан көріп, мен тамақ көп жеп жүрмін, содан семіріп жүрмін деген нәрсе. Мен наоборот тамақ аз жейтін, бірақ тола болдым да, томпақ болдым да. Содан кейін өзімді қабылдамайтынмын. Сол жалпы барлықтарыңызға бір сөз пайдалы болса қуанамын. Алдағы уақытта кездескенше тағы да жақсы ақпараттармен, қызықты ақпараттармен бөлісемін. Қайырлы түн баршаңызға.